Ыңғырсай. Дастан, что за фигня анау? Слайм. Щеголдардан тартып алдым. Боласың сен. Беш көрім. Не істеп жатсыңдар? Мынау не? Детский сад білем. Не болды? Ойнап отырып бұл. Кешке не істейміз? Центрға барайық. Паркке барайық. Біреуді күресте тиын табайық. Анатолий. Не болған сендерге? В смысле не olur? Енді мына жүрісіміз нормально ма? А что, ненормально ма не? Жоқ, біз тупить етіп жүргенімізді білесіңдер ме? Күнде бір нәрсе. Щеголдардан ақша тартуды ғана білеміз. Зара, өзінше болмашы. Өзіңе көп ақыл ғой, Сара. Надоело уже. Зара. Қышы. Короче, мен мына темада емеспін. Түсінбедім. Сен сөзбі, типа бізден кетесің бе? Типа, я? Дұрыстап ойландың ба? Зара, қылмашы. Назар жоқ. Бол, тоқтат. Новый ударлар шығай? Өнерге үйренеміз. Сенің салмағың неше? 45. Сен өз салмағың категориясын білесің бе, қалай аталатын? Шыбынның салмағы. Сондықтан сен өте ширақ әрі жылдам қалып қимылдайсың. Техника мен атакалар. Онда кейінірек үйретем. Әр боксшының өзіне тән ерекшелігі болу керек. Ол өте маңызды. Ал қазір гантельді ал. Оң қолдан бастаймыз, айнаға қараймыз. Бір, үзіліссіз сол қолға алсақ екі. Бір, екі, иық, аяқ, бірге. Ағай, сіз мені қашан жарыстарға жібересіз? Жарысқа әлі саған ерте. Үйренетін нәрсең көп әлі. Көп сөйлей берме, тынысың үзесің. Жалғастырамыз. Міне осылай. Қолды көтереміз. Жоғарырақ. Сау болыңыз, ағай. Зарина, тоқташ. Ағай. Сен өзіңнің мықты екеніңді біліп жүр. Рахмет, ағай. Мен сіздің көңіліңіз толмай жүр ма десем? Иә, көңілім әлі де толмайды. Бірақ спортшы ретінде өсіп келе жатсың. 2 күннен кейін сенің туған күн. Ал мынау саған. Ал. Шын ба, ағай? Иә, ал. Рахмет, ағай. Маған мұндай қымбат подарок әлі ешкім сыйламады. Мұның экраны үлкен. Видео жаттығып болады көрсең. Кайф. Ішіне өзімнің телефон нөмірімді жазып қой. Кез келген уақытта хабарласуыңа болады. Мұның ішінде 2 адамның ғана нөмірі болады. Сіздің және менің. Ал анау достарың ше? Менің достарым жоқ. Оларға уақыт та жоқ. Менде тек бокс бар.
жарайсың. Сен әлі осы еңбегіңнің жемісін жейсің. Маған сен. Ағай. Рахмет, ағай. Сау бол. Сау болыңыз. Я, менің ақшам қайда? Мен бәрін бердім оған. Ай, Өтірік айтпа, сенде товар көп болған сая. олар сайда менде ақша жоқ, жібер. Эй, жібер оны. Мен сенімен әлі сөйлесем. Ты что, страх потеряла, да? Сен миыңды бокс улап тастаған ба не? Не болды? Екеуміздің арамызда болып жатқан әңгіме ол бөлек тема. Ал басқаларға келетін болсақ, ол менің жеке проблемам. Ендігәрі тағы араласатын болсаң, мен сен басқаша сөйлесем, түсіндің бе? Ей, сен давно таяқ жемеген сияқтысың ғой? Саған проблема керек па не? Иә, духың жете ма істеп беруге? Не істеп тұрсыңдар? Не жиналыс мына жерде? Тараңдар тез. Бол, тараңдар деймін. Зарина, көмектесіп жүр. Ержан, ас дайын. Кел тамақ ішейік. Отырыңдар. Үйдің тамағын сағындым. Жиға. Ağzına tıklayı vermeye asıkpay же. Интернаттың тамағы өте ташынды. Мам, үйге қашан қайтсам болады? Ержан, сен не дейсің? Sen demals сайын келіп кеткенде жетеді. Жоқ, жетпейді. Мен осы үйде тұрғым келеді. Зарина, тыныш. Біріншіден интернатқа кетуіңе өзің кінәлісің. Сосын сен Ержанның тілін алмайсың ғой. Ал екіншіден пәтер онсыз да тар. Ертең бала туылғаннан кейін мүлдем орын болмайды. Мен сонда осы үйде тұруыма құқым жоқ па? Sen кәмелетке толмағансың. Сенің ештеңеге құқың жоқ. Ей, сенің де мына үйде тұруға құқың жоқ. Немене? Иә, бұл маманың квартирасы. Зарина, жақында Ержан бұл үйге пропискаға тұрды. Сондықтан бұл үй Ержандікі де. Молодец. Басың істейді екен, дайынға келіпсің. Тіліңді тарт. Зарина, болды енді. Тамағыңды ішші. Бәрі жақсы болады. Қанша шыдауға болады? Сендер осы үйден қуып шыққанша ма? Зарина отыр, мен әлі айтпаған жоқ. Ей, айғайлама маған. Өз балаң айғайлайсың. Ержан, ашуыңды баш. Тамағыңды іш. Зарина! Саламатсыз, папа. Жақсы ма балам? Қарның ашқан шығар. Иә. Жүре ғой. Жүре ғой. Заринатай, келе ғой. Мә, апа, дастархан жайнатып қойыпсыз ғой. Қонақтарды күтіп едім, келмеді. Енді бәрі босқа қалды. Сондықтан енді екеуміз өзіміз отырып, рахаттанып шай ішейік. Өткен жолы сіздің қонақтарыңыз тоже келмеді. Оның алдында да. Қызық. Оның несі қызық? Ну, мен интернаттан келген сайын сіз қонақ күтесіз. Ал олар келмей қалады. Апа, сіз мені күтесіз ғой, е? Сен дәл таптың. Мен сені күнді күткенде күтем ғой. Ойбай, мына құрғыр ашылмайды ғой. Әкеңіз мені ашайды. Бәрі келді.
өзің тіпті қарулысың ғой әкем. Ендеше боксқа бекер бармаймын ғой. Жарты жылдан асты. Бокс деген ол керемет, апа. Білесіз ба, мен қандай арманым бар? Мен чемпион болам. Бақ шіркін. Сосын көп ақша табам да өзіме үлкен үй сатып алам. Сіздің үйді де жөндеп берем. Жасайсың, сен жасайсың. Жарайды. Тамағыңды ішіп алшы. Асықпа. Дәмді ме? Интернатта жағдайың қалай? Мәз емес. Онда сені біреу ренжіте ме? Ренжітіп көрсін. Ал енді достарың бар ма? Мен ешкіммен дос емеспін. Бұл енді дұрыс емес. Сен білесің бе? Халықта досы көпті жау алмайды деп бекер айтпаған. Маған достардың керегі жоқ. Олар тек кедергі жасайды. Асықпай, тамағыңды ішіп ала ғой. О, Зарина! О, какие люди. Не істеп жүрмін да? Не болды, кешім сұрауға келдің бе? Жоқ, сендер көріп тұрсыңдар ма? Немене өзінше болып кеткен анау? Даже сөйлеген жоқ. Бас жасамай. Ұрып жатқан көрдіңдер ба? Әңгіме жоқ. Мықты. Несі мықты? Походу, бокс үшін түсіп кетті біз. Заринаның бокс таңдаған естісім күлкім келеді. Қызғанып тұрған сияқтысың ғой сен. Сізден көресіңдер ғой, бір нәрсе керек болса жетіп келеді алдыңызға. Болды. Зарина, қолғабың шеш. Денеңді қыздырмапсың ғой? Ағай, секіруді жек көрем. Скакалкамен секіру төзімділік пен аяқ күшін арттырады. Сіз нотация оқығанда жыным кетті. Саған не болған бүгін? Күні бойы бәріне жының келіп жүр ғой. Тыныштық па әйтеуір? Есік алдында объявление көрдім. Жақында қалалық турнир екен ғой, алсын маған айтпадыңыз. Мен де қатысқым келеді. Саған әлі ерте. Сонда қашан? Мен айтқан уақытта. Дайындал. Кет. Біздің мектебіміз неге түсіп кетті. Оның үстінде бізде ақша жоқ. Иә, шәкірттеріміз де азайып кетті. Меніңше бұның себебі біз көптен бері жасқа шықпадық. Сондықтан осыны дұрыс жолға қоюымыз керек. Араке. Қойшы осы, қасарысқан. Ең құрғанда осы жолы қалалық жарысқа сұраныс білдіруіміз керек. Мен дайын тұрған байетсім жоқ қой оған. Мен саған қашан қайтам? Тағы да қайталап айтам. Сен ана Сәкенованы көш, сол қыз біздің мектебімізді алға сүйрейтін де сол болады, әлемге қазақты танытатын да сол қыз болады. Көш осы жол. Ай, Араке, қоймадыңыз ғой. Міне, дұрыс түсіндің мені. Ағай,
Бул не үчүн керек? Бұл ритм ұстау үшін керек. Пневмогруша деп аталады. Көбіне профессионалдар дайындалады бұны. Кейбір спортшылар бір-екі удар жасап кетіп қалады. Ал мына жерде ритм ұстау керек. Добивать ететін жерлерде осының пайдасы көп дейді. Түсіндің бе? Кәне ұрамыз жақсылап. Ұрамыз. Жақсылап ұрсаң жақсы жаңалық айтам. Қандай? Алдымен ұр. Ритм ұстаймыз. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Міне, осылай, осылай. Қалай ағай? Жақсы, жақсы. Жалғастырамыз. Жаңалық қандай? Жаңалық, сен жарысқа барасың. Ағай. Шын? Мен дайындалам ағай, өте берем. Бізге ақша керек. Взнос жасауымыз керек, экипировка алуымыз керек. Неше керек? 40 мың теңге. Менде әзірге болмай тұр. Жоқ ағай, өзім табамын ғой, ақша болады. Дайындалайықшы. Кеттік, жалғастырамыз. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, ритм ұстаймыз. 40 мың. 40 мың? Мен ешқашан ақша сұрамадым ғой. И так ағай мені тегін оқытады. Ол аз ақша емес. Мен жеңсем ақша алам, сразу қайтарам. Ал жеңілсеңші. Зарина, сен түсінуің керек. Сен жақында анаң босанады. Біз ақшаны ертең келетін сәбидің керек жарақтарына жинап жатырмыз. Мам, пожалуйста. Шынымен балаға ақша көп керек. Оның коляскасын алу керек. Тамағын, киімін. Біліп едім. Вообще керек емес. Зарина! Сенің тәрбие. Сара, мен саған рахмет айтайын деп келдім. Мен ешқашан ешкім олай қорғаған жоқ. Енді сен менің подружкамсың. Не болды? Ақша керек. Сен қайдан табуға болатынын білесің ба? Жоқ. Ей, өтірік айтпа. Жаңа ғана подружка едік қой. И потом, мен сен бір нәрсе білдіріп жүргенін білем. Бірақ ол саған ұнамайды. Айта берші. Ұланның қалада техничный бір жұмысы бар. Өзі істемейді, бірақ ақша алған түседі. Наркотик па? Наркотик емес, таблетка, травка. Егер де ақша таптым десең, онда товарды ұланнан аласың. Сосын товар көбінесе клубтарда өтеді. Блин. Ұланға барғын деймін. Айттым ғой саған ұнамайды деп. Сара, кел. Ұлан. Бүгін түнде сендермен барам. Ты че, серьезно? Сен бізбен? Сен шиіп алғансың ба? Кетші бар. Маған ақша керек. Ақша бәріне керек. Наркотик сатам. Бар, сата бер. 50% сенікі. Жетпіс. Ладно. Онда келістік. Бүгін түнде. Коридорда.
Адасып кеттік қой. Че мен тез болдың ау? Я ішіп алған ғой. Қиналған жоқпыз. Бұл жоқ болып кетейік мына жерде. Қарашы өз әрине. Походу. Сол сияқты. Жүр. Зарина, сен че өмір көп сатып тұрсың ба? Қойсың ба, жоқ. Өтірік соқпаш бәрін көріп тұр қой біз. Айтқан жақсы өмірім осы ма не? Кетіңдерші. Зарина! Болды, берші маған. Күте тұршы. Мен түсінбедім, Зараға не ол? Мен не болғанды өзіне ұнайтын нәрсені тапқан сияқты ғой. Я ол осылай жүре берсе, бір костякқа кіреді, отвечай. Базар фильтруйте. Ардақ, ол өзігін әлі. Тоташ, мен оны жақтап тұрған жоқ. Бірақ по факту ол біздің досымыз, дұрыс па? Немен айналысып жүрген білу керек, пока не поздно. Сендер әлі түсінбегенсіңдер ма? Ол өзі бізді лақтырып кеткен, оған ешкім кет деген жоқ. Короче, ода қазір проблема. И біз оған көмектесеміз. Ұнамай ма кете бер. Базар жоқ, келсем. Ладно. Но байқаңдар. Сендерді екінші рет лақтырып кетіп жүрмесін. Сендерді емес, бізді десейші. Бізді. Мен қайда баратын ендер. О, апа, бұл жерде не істеп отырсыз? Ескі құсты заттардың бәрін сатып. Мына жерді базар қылып жіберіпсіз, апа. Апа! Күліңдер, қарашы өз мыналардың. Мені күлкі қылып. Қойыңдар орнына. Қой. Сен нәскиді алайын деп тұрсың ба, шұлықтың? 40-шы размер. Қой орнына. Мен мұны өзім үшін жайып отырғам жоқ. Ана қарлығашыма. Кішкене де болса көмектесейін деп. Достарының тұрымына сендер ғой. Кімді айтыватсыз, апа? Кім болушы еді? Заринаны айтам. Ол қиналып жүр ақшадан. Неге? Не болды Заринаға, апа? Қызық бола қалды ма? Қызық болса отырыңдар. Берекел ана шұлықты. Отырыңдар. Достарым болса отырыңдар. Айтып берейін мен сендерге. Жатан айтып қалды. Неше керек? Башқа бересің. Ақшасын ақша бересің. Өзің Кім бар ма? Неше керек? 5000 теңге. Нешеге? Отдел по борьбе с наркотиками. Козел, блин, жібер дедім. Отыр. Қандай деулерің? Кесін.
Иә. Мамаға берші. Зарина, сен неге скриттен номерден звондап тұрсың? Мен полициядан звондап тұрмын. Мама осында келу керек. Немене полиция? Сен тағы не білдірдің? Қайтесің, а? Маманы шақыршы. Оны скорый алып кеткен. Оған не бұл қап? Толғағы уақытынан бұрын басталып кетті. Мен қазір сол жаққа бара жатырмын. Енді? Сен мен әңгімелесіп тұратын уақытым жоқ. Бір проблемаларға басын тыққан екенсің. Өзің шеш. Кішкентай бала емессің. Сонымен кім келетін болды? Білмеймін. Саламатсыз ба, ағай? Келгеніңізге рахмет. Ағай, менің күнәм жоқ, сіз дұрыс түсініңіз. Жетерем. Сен өткен жол ғана сөз бергенсің. Ана бір қаңғыбас достарыңмен араласпаймын деп. Ағай, бұл олар емес. Кім болса ол болсын. Сен мені ұятқа қалдырдың. Кешіріңіз. Кешіріңіз. Садикте тұрған жоқпыз біз. Ағай, екінші рет бұлай жасамайым. Наоборот, мен екінші рет бұлай жасамайым. Саған келіп уақытымды кетірмеймін. Мен чемпионыма үлкен үміт артқан болатынмын. Ал сенің жүрсің, мынау. Ағай! Мама қалай? Қайда ол? Жағдай ауыр. Дәрігерлер әзірге ештеңе айтпай жатыр. Оған кірсе бола ма? Иісі. Саламатсыз. Сен не айтып тұрғанын түсініп тұрсың ба? Гүлнар баламен өліп кетуі де мүмкін. Сен түгіл ол жерге мені де кіргізбейді. Үйге қайда? Маман көрмегенше ешқайда қайтпаймын. Сен менімен салғыласайын деп тұрсың ба? Иә. Сені интернетке қаматып, демалыс күнде үйге келмейтіндей жасағанымды қалап тұрсың ба? Мен оны жасай аламын. Қолымнан келеді. Укло, шытап түр. Ага, давай. Жалғастырамыз. Шынтаны түр. Осылай. Шынтақ жап. Ағай, в смысле, бұл кім? Сәлем, Зарина. Дина, мен саған тоқта деген жоқ. Сіз неге оны тренировать етіп жатырсыз? Зарина, мен саған өткен жолы айтқан болатын. Мектептің абыройымен өзіңнің абыройыңды түсіргім келмейді. Сіз жаңа боксер алғансыз ба? Иә, мен результат көрсететін спортшымен ғана жұмыс істеймін. Ма? Ол да шынтағын дұрыс ұстай алмайды. Дина, шынтақ. Ағай, екінші рет сізді ұятқа қалдырмай. Зарина, мен саған сенбеймін. Өзіңнен көр. Сіз сонда мен жарысқа дайындамайсыз ба? Жарысқа баратын болсам өзің дайындал. Мен Динамен дайындалам. Сен запастасың. Мен запастамын?
Да, уклон. Резче. Жалғастырамыз. Дұрыс істедім деп ойлайсың ба? Ареке, білмеймін шын айтсам. Сіз айтқандай ана Заринаның болашағы зор. Бірақ проблемасы көп, Менің оған көңілім қалды. Ұятқа қалдырып кетті ғой. Жарайды. Переходной возрасттағы жастарға өтеді де кетеді. Мен Динаны дайындап жатқанымды көрсін деп едім. Неге? Қызғаныш туа ма, жеңіске қарай ұмтыла ма, жігерін қайрай түсе ма деп ойлап едім. Болмай қалды ма? Қашып кетті. Шыдамады. Менің кінәм сияқты. Жақ. Шешім шығаруға әлі ерте. Егер ол нағыз спортшы болатын болса, қайтып айланып келеді. Ал келмесе, өкінудің қажеті жоқ. Қарындас, күріш сдача бермейді. Одан да үйге барып кукла ойнасай сен. Түсінбедім. Мына қыздың ашуы жаман сияқты ғой. Ей, мен боксермын, чемпион болам. Ой, не дейтін. Мен балеринамын онда. Не болып қарындас, қатты жынданма ғой. Успокойся. Сен олар қолыңды сындырасың ғой? Надо, бір түрлі қыз екен. Айғаш білген сезін. Ешкім көрінбейтін сияқты. Өш қолым ғой. Ендігін басамайды. Мен саған айтқам, артылау керек деп. Портменнен шыққанша бар екен. Болсай. Біз натуре анам бәрін Зараға бере саламыз, Оған ақша керек. Ол біздің досымыз. А ол сен досың деп санай ма? Бақтап кеткен жоқ қой бәрімізді. Гала, қойшы осындайын. Көріп жүрсің ғой проблемаларын. Өгей әкесі интернат, бокс. Енді міне наркотик сатып жүр. Бізге қарамайды. Это короче. Нақшаны оған береміз. Түсіндің бе? Мен де солай ойлаймын. Ладно. Қанша бар екен ішінде? 10.300. Как раз жетеді. Бізде алады деп ойлайсыңдар ма? Сөйлеспейді ғой бізбен. Менде бір идея бар. Кеттік. Жүр. Ай, баяу. Менің жұмым ғой. Ай, бәрекел. Бұл жұпты ешкім Қарай көр өздерін. Ой, ақмақтар. Тез көтерді әпер. Не апа, мен жөнсің. Қараш. Сәлеметсіз, қалайсыз апа? Амансыз ба, апа? Сәлеметсіңдер ме? Жақсымысыңдар? Рахмет балалар сендерге. Мынаны Заринаға беріңізші. Сендер оған ақша жинадыңдар ма? Өздерің неге бермейсіңдер? Ол бізден алмайды, апа. Ренжісіп қалғанбыз. Біз берді деп айтпаңыз. Сау болыңыз, апа. Жарайды, сау болыңыз. Жақсы сау болыңдар.
Саламатсыз ба? Сәкенова Гүлнар қайда жатыр? Есешіне уақыты бітті. Мен оның қызымын. Ертең келіңіз. Апай, оны көруім керек. Ол босанды ма? Кім еді фамилиясы? Сәкенова. Иә, бүгін босаныпты. Ал? Менің інім бар. Олар қайда жатыр? Кірсе болады ма? Кіруге болмайды, мамаң реанимацияда жатыр. В смысле, бәрі жақсы ма? Енді уақытынан бұрын босаныпты. Сол үшін. Бірақ ол жазылып кетеді ғой, девушка, мен ештеңе білмеймін. Врачтан сұрайсың. А врач қайда? Сөйлесуге бола ма онымен? Ертең кел, сосын асықпай сұрайсың. Рахмет. Қайда кеттің? Отыра тұрайыншы. Бүгін мама босанды. Ұл туды. Енді менің інім бар. Ержан козел. Еще мені ағай тастап кетті. Боксер бола алмайтын сияқтымын. Егіз. Мұнда ұйықтауға болмайды, тұр. Ей, тұр. Мен сені бүкіл жерден іздеп жүрсем, мұнда жатырсың. Моргқа дейін барып келдім. Ана интернатыңнан звондап, миым жақ қойды, сен қашып кетеді. Мен ешқайда бармаймын. Немене? Тұрды емес. Мама мен інімді көрмегенше ешқайда бармаймын дейді. Сен не деген? Келген жақсы болды, маған сіз балаңыздың подгузник пеленкілер керек еді. Естесем екені, таңертең асығып жүріп ұмытып кетіп. Онда қазір барып алып келіңіз. Қазір бір сағаттан кейін жиналсын біледі. Мен барам, қаза келем. Жарайды, онда келгеннен кейін маған келіңіз, осында болады. Обязательно. Тоқта. Сенің де бір пайдаң тиетін болды ғой. Ана, үйге барып жататын бөлмеге кірсең, баланың киімдерін жинап бір сумкаға сап қойған. Шешеңе тамақ жасап алып кел. Сен өзі тамақ жасай аласың? Зарина, балам-ау, сен қайда жүрсің? А? Мен сені күтіп жүрмін ғой. Саламатсыз, папа. Жақсы ма, балам? Не болып қалды? Міне, мынау саған. Ала ғой. Жоқ, апа. Сіз маған ақша керек екен қайдан біліп қойдыңыз? Аламайым. Неге? Енді сіз бір пенсияңызға өмір сүресіз. Жаныңызда көмектесетін адам да жоқ. Есесіне менің алаңдайтын адамым бар. Бақыттың үлкені осы. Мен
Біреуге керекпін деп ешқашан ойламадым. О, сен көп адамға керексің. Тек өзің білмейсің. Сенің мақсатың бар. Сенімен тетелес балалардың көбі бұлай мақсат қоя алмайды. Мен тек чемпион болғым келген. Бірақ енді боксты да тастаймын. Неге? Ағайды ұятқа қалдырдым. Ол енді маған сенбейді. Сен оның сеніміне сай екеніңді дәлелде. Поздно, апа. Ағай уже басқа қызбен дайындалып жүр. Бәрі қателеседі. Қателеспейтін адам жоқ. Соған бола сен өзің жақсы көретін ісіңді тастауыңа болмайды. Сонда сіз шанс бар деп ойлайсыз ба? Әрине. Әрине. Жаттығуларыңды тастама, чемпион бол. Ал. Рахмет, апа. Бұтақаным, алтыным. Рахмет, апа. Барайын енді. Жолың болсын. Қалма. Сау болыңыз. Темірда, бір орында тұрма. Жақсы, Темірда. Сен неге келдің? Мен тренировать еткеніңізді қалайын. Сен неге қайтып келдің? Боксер болғым келді. Қайталап сұрайын. Сен неге келдің? Бокссыз өмір сүре алмаймын. Ендеше қолғабыңды ки. Спаррингке тұрыңдар. Бокс. Брейк. Ұйықтады. Мен кішкене демала тұрайыншы, шаршап кет. Жап демал бол. Анда холодильникте ет, жұмыртқа тағы бірдеңелер бар. Өзің көресің. Сүт ше. Мен сүтім тартылып кетті ғой, балаға не берем? Жап сайтан алға сүтті ұмытып кеттің бе? Жарайды, жұмыстан кейін ала келем. Сонда мен кешке дейін балаға не берем? Қалғаны осы. Сен мені жұмыстан шығып кетсін дейсің бе? Жоқ, әрине. Маған Заринаның көмегі қажет. Оны интернаттан шығарып алайықшы. Қайда, менің басыма ма? Онсыз да үйде орын жоқ. Әне, коляска төсеу. Ержан, мен мына түріммен үйдің шаруасымен айналыса алмаймын. Сен маған шыныңды айтшы. Зарина осы уақытқа дейін осы үйде бірдеңені істеді ме? Менің күмәнім бар. Мен оған айтам. Мен балаға қараймын, ол үйдің шаруасымен айналысады. Екеміз ашық сөйлесейік. Зарина екеміз бір үйде тұра алмаймыз. Екеміз бір-бірімізді жақтырмаймыз, түсінесің бе?
шыдай тұршы өтінем. Баламыз үшін. Жарайды. Бірақ егер ол менің басыма шығатын болса, немесе тағы бірдеңені білдіретін болса, мен шыдап отырмайын. Рахмет. Қыз, сен мұнда отыр екенсің ба? Тес менімен барасың. Қайда? Үйге. Аяқ астынан не болып қалды? Ана шешең ауырып жатыр. Соған көмектесесің. Сонда мен мұнда қайтып келмеймін ба? Көреміз тәртібіңе қарап. Бірақ менің бір шартым бар. Қандай? Сен ана боксыңды тастайсың. Жоқ. Немене? Мен боксты ешқашан тастамайын. Онда осында қала бер. Сендер мені қиналасыңдар ғой. А то келмес едің. Мен өз ережеммен тұрам. Боксты да тастамайын. Заттарым барып жинай берейін, е? Көреміз әлі. Күндер жазылсын. Қайтадан осында кеп тастай. Молодец, Васанчик, трус. Раз, два, корпус. Двойка, корпус. Түсіндің ба? Блок пробивать етті. Өзің жұмыс істе, постоянно. Түсіндің ба? Давай. Давай, по этажам. Өзің істе. Молодец. Молодец. По этажам. Бұл жекпе-жекте айқын басылықпен жеңіске жеткен Сакенова Зарина қызыл бұрыш. Кішкене қолыңды көтер. Ауырды ма? Ағай, көрдіңіз ба? Сіз айтқандай жасадым ғой. Иә, қолыңды дұрыс қоймадың. Содан кейін сындырдың. Кешіріңіз. Мен қателіктермен жұмыс істеймін. Так. Зарина Сакенова. Қалай болды? Отырыңыз. Ағай, қайтадан рингке қашан шықсам болады? Қайтадан дейсіз ба? Сізде двойной перелом и повреждение лучевого нерва. Ал бұл процесс өте ұзақ уақыт алады. Мен айтқандарыңыздың бәрін істеймін. Дәрілерін де ішемін. Сіздерге қайталап айтамын. Өте ұзақ уақыт алады. Сондықтан сіздерге спортпен, бокспен айналысуға тыйым салынады.
сәтін күтем келетін күндерімнің ендігі алдағы өмірімнің мүмкін келер келмес көңіл сенер сенбес үмітпенен тек өмір сүру